Жалғыз жүрудің қандай жасырын пайдасы бар? Жалғыздықтың жасырын пайдалы жақтары бар, ол біздің түп санадағы жатқан, бірақ біз оны көпшілігінде мойындай бермейміз. Қыз балалар, мысалға, табысы жақсы, ешкім оны мазаламайды, қай уақытта ұйықтайды, қай уақытта тұрады, былайша айтқанда өз жоспары өзі, өз мақсатымен өмір сүріп, тыныш, сондай бір қалыпты, бір сарынды өмірге үйреніп алғаннан кейін өмірінде бір күрт өзгеріс болуы керек, оның өміріне бір адам кіруі керек, онымен санасу керек, оның жоспарымен санасу керек, мақсаттары әрине кімнің мақсаты басымырақ, соған қарай икемделу керек, я болмаса екеуі бір-біріне сәйкес болу керек. Міне осы нәрсенің көпшілігінде қыздар бағынғысы, я болмаса өзінің бір тәуелсіздігінен айырылып қалатындай қорқа бастайды. Ол түп санадағы отырған жасырын, өзінің пайдалы жақтарын көбірек ойлайтын қыздардың психологиясы. Менің тұрмысқа шыққым келеді, мен әлі өз адамды кездестіре алмай жүрмін дейді. Бірақ шын мәнінде оның жасырын бейсаналы тұрғыдағы оның шыққысы келмейді, ол дайын емес, өйткені ол жалғыздыққа үйреніп қалған. Сол комфорттан шыққысы келмейді, бағынғысы келмейді, өзінің бір тәуелсіздігінен айырылып қалатындай ішкі қорқыныш, ішкі блоктар деп айтамыз, оны жібермейді. Бірақ жігіттермен кездеседі, уәде береді, міне ертең той, міне жақында барам деп айтуы мүмкін. Бірақ жеме-жемге келгенде айнып кетеді. Әйтеуір екі желі бір сылтаумен айниды.